Адамдардың еңбегін бағамдау мен бағалауға келген кезде өзіміздің кемпейілдігіміз бен жалпақ шешейлігімізге басып, республиканы, ауданды, немесе облысты, немесе сол деңгейдегі мекемені басқарған тұлғаларды біз мемлекет және қоғам қайраткер деп бағалап жүрміз. Қайраткер адам қоғамның даму жолын терең зерттеп түйсінген, және сол қоғам үшін не ол қоғам адамзатқа елге залал келтіретін болса, оны не жақтап, не қарсы жатпай тұрмай жанкештілікпен ерекше еңбек ететін, жолында кездескен қиындықтардың жеке басына, карьерасына тигізу мүмкін залалдарынан тайсақтамайтын, сол мақсатқа айналасындағыларды жұмылдыра білетін, қызмет бабын жеке мүддесіне пайдалану деген ұғым бойында болмайтын, нәтижесінде саясатқа, экономикаға, әлеуметтік салаға орасан өзгеріс жасап адамдардың ойлау жүйесіне түбегейлі серпіліс әкелетін күрескер тұлға. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Еркін Нұржанұлы Әуелбеков мемлекет үшін қоғам қайраткері болып туғандай. Ол жастайынан біліммен сусындап Мәскеудегі жоғарғы оқу орнын қызыл дипломмен бітірді. Қызметінің қай сатысында болмасын, қай бағытта болмасын, сол жасаған жұмыстарын мемлекеттік деңгейде жасап, мемлекеттік деңгейде шеше білді. Көкшетау қаласының негізгі көшелерінің біріне Еркін Нұржанұлы Әуелбековтің есімі берілген. Біз қазір сол көшенің бойында орналасқан 2021 жылы ашылған еңселі ескерткіштің жанында тұрмыз. Еркін Нұржанұлы Әуелбековтің адами болмысы, өмірлік ұстанымы, ерен еңбегі кейінгі ұрпаққа үлгі әрі өнеге. Көкше өңірінің өркендеп дамуына үлес қосқан тұлға Еркін Нұржанұлы Әуелбеков 1930 жылдың 22 маусымында Көкшетау облысы Рузаев ауданы Фрунзе ауылында дүниеге келді. Еркін Нұржанұлы Әуелбеков Қазақстанның 3 облысын, атап айтқанда Көкшетау, Торғай және Қызылорда облыстарын басқарды. Дәл қазір біз Қаныш көшесі нөмір 15 үйде орналасқан мемориалдық тақтаға келдік. Бұл үйде бір жылдары Еркін Нұржанұлы Әуелбеков қоныстанған еді. 1968-78 жылдары Көкшетау облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарған жылдары өлкеміздің ауыл шаруашылығы, құрылыс саласы қарқынды өркендеп, тұрғындардың тұрмыс ахуалы айтарлықтай жақсарғаны Еркін Нұржанұлының ерекше іскерлігінің, халыққа деген сүйіспеншілігінің, даналығы мен даралығының айқын көрсеткіші. Осы жылдары облысымыз Қазақстанда және Кеңес одағында алдыңғы қатарда болды. Сол кездегі ең жоғары мемлекеттік марапат Ленин ордені иегері атанды. Еркін Нұржанұлы қайсарлығы, өжеттігі, ұлтжандылығы, кемеңгерлігі, туған халқына деген шексіз сүйіспеншілігі мен еңбекқорлығының арқасында қарапайым халықтың шексіз құрметіне, абырой мен беделге ие болды. Еркін Нұржанұлы Әуелбековтің бастамасымен біздің Көкшетау қаламызда көптеген ғимараттар өз кезеңінде түзілді. Атап айтатын болсақ, Көкшетау теміржол вокзалы, аэропорт, мәдениет сарайы, сум орталығы, көптеген ғимараттар, ауруханалар Еркін Нұржанұлы Әуелбековтің бастамасымен салынды. Бұндай тұлғалар тарихта 100 жылда бір рет қайталанады. Сондықтан тұлғамыздың есімін ұлықтайық, оны кейінгі ұрпаққа жеткізу біздің асыл парызымыз.